Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттеріме лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін кеспе көже дайындайтын боламын. Ең алдымен етті салқын сумен жуып, ыдысымызға салқын суды құйып қайнатамыз. Әр қайнаған сайын бетінен шыққан көбігін алып отырамыз. Алдымен көженің кеспесін дайындаймыз. Ол үшін салқын суға тұз салып, бір жұмыртқаны қосып, оған ұнымызды қосып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болмауы қажет, кеспенің қамыры қатты болып иленуі керек. Және оны әр 15 минут сайын қолымызбен басып илеп отырамыз. Сонда қамырымыз демалып, әдемі біркелкі болып жайылатын болады. Бөлек ыдысқа пияз бен сәбізді қуырып аламыз. Оның үстіне томат пастасын қосып, пешіміздің астын сөндіреміз. Қамырды арасында илеп отырамыз. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео пайдалы болып жатса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен, әпке-сіңлілеріңізбен бөлісе отырыңыздар, және каналға да тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіз менің әр видеом шыққан сайын бірінші болып көре алатын боласыз. Етіміз жұмсарып, пісуге жақын қалған кезде сорпамыздан шығарып, етті ұсақтап турап аламыз. Оны қайтадан сорпамызға саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз және лавр жапырағын қосамыз. Ұсақтап туралған картопты қосамыз. Оның үстіне жаңағы қуырылған пияз бен сәбізді де қосамыз. Қамырды жаюға кірісеміз. Мен оңай болу үшін қамырды екі бөлікке бөліп алдым. Енді осылай қамырдың үстінен жаюға ыңғайлы болу үшін жұмсартып аламыз. Одан кейін оқтаумен әр шетінен баса отырып жайып шығамыз. Міне осында кеспе наны қатты жұқа қылып жаймаймыз. Оқтауға орап бөліп аламыз және дәл видеодағыдай кеспемізді кесіп алатын боламыз. Жабысып қалмас үшін қолымызбен шашыратып қоямыз. Енді осы кеспемізді қайнап тұрған сорпамызға араластыра отырып салатын боламыз. Міне кеспе көжеміз дайын болып қалды. Ыдысымызға құйып, бетіне укроп, көкжуа сеуіп ұсынсаңыз болады. Көжеміздің түрі өте әдемі болып шықты. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырыңыздар.